Ассалаумағалейкум, барлығыңызға сәлем. Аннямасайо 여러분. Бүгінгі видеомда мен корей мәдениетіндегі ең қатты ұнайтын нәрселер қандай екенін айтатын боламын. Сондықтан видеомды соңына дейін көріңіздер. Маған Кореяның мәдениетіндегі ең қатты ұнайтын нәрсе ол Кореяның драмаларындағы әндері. Кореяның мәдениеті туралы ең алғаш Қазақстан ұлттық телеарнасында көрсетілген Кореяның Жұмың атты телехикаясынан осы Кореяның мәдениетімен таныстым. Содан бері маған Кореяның мәдениеті, тарихы, салт дәстүрлері, әдет ғұрпы, жалпы ұлт ретіндегі әдемі келбеті ұнай бастады. Сол кезден бастап Кореяның музыкаларын ұната бастадым. Яғни Жұмың телехикаясы арқылы кәрістің музыкасымен таныстым. Осы уақытқа дейін көптеген Кореяның драмаларын көрдім. Дорама деп те айтсақ болады. Бүгінгі видеомда мен сіздерге өзімнің көрген екі драмадағы ең қатты ұнаған әнін айтатын боламын. Ең бірінші орындайтын әнім ол Қазақстанда көрсетілген Бөлікші деген драманың әні. Әннің атауы Саңсахва. Екінші орындайтын әнім іскерлік ұсыныс драмасының әні Love Maybe әні. 사랑이 왜 이리 고된가요? 이게 맞는가요? 나만 이런가요? 고운 얼굴 한 번 못 보고서 이리 보낼 순 없는데 사랑이 왜 이리 아픈가요? 이게 맞는가요? 나만 이런가요? 하얀 손 한 번을 못 잡고서 이리 보낼 순 없는데 다시 돌아올 수 없는 그 험한 길 위에 어찌하다 오르셨소. 내가 가야만 했었던 그 험한 길 위에 그대가 왜 오르셨소. 기다리던 봄이 오고 있는데 이리 나를 떠나오. 긴긴 겨울이 모두 지났는데 왜 나를 떠나가오. 너와 함께 하고 싶은 일들을 상상하는 게 요즘 내 일상이 되고 너의 즐거워하는 모습을 보고 있으면 자연스레 따라 웃고 있는 것
너의 행동에 설레요 하고 뒤척이다가 지새운 밤이 많아지는데 이건 누가 봐도 사랑일 텐데 종일 함께면 질릴 텐데 나 돌아서도 온통 너인 건 아무래도 사랑인가 봐. Кореяның мәдениетіндегі ең қатты ұнайтын нәрселердің бірі бұл драмалардағы актерлардың өзінің рөлін өте жоғары шеберлікпен көрсетуі. Маған кәрістердің кинодағы актерлық шеберліктері өте қатты ұнайды. Кәрістің актерлары драмаларында кейіпкердің эмоциясын, көңіл күйін және табиғатын өте жақсы жоғары деңгейдегі шеберлікпен көрсетеді. Мен де кәрістің актерлары сияқты өзімнің актерлық қабілетімді көрсеткім келеді. Сол себептен сіздерге арнап Шуруп және Пентхаус драмаларының драмасына арнайы видео түсірдім. қабыл алыңыздар. 색을 밝히는 저 천한 것이 팔자 한번 고치려고 내게 꼬리를 친 것이오. 몸을 막 굴리는 계집이니 저 뱃속의 아이도 내가 아닐지도 모르지. 내 이랑 내 몸에 손을 댔느냐? 그래, 되었다. 여인을 겁탈한 것으로도 모자라 음해하고 모욕하고 또 다른 가해를 저지르고 있지 않느냐. 이년이 미쳤나? 뭐들 하느냐? 멈춰라! 좀 봐봐. 괜찮으시옵니까? 좀 봐봐. 어찌할까요? 내 주상전에게 주청을 올려 제대로 한번 시시비비를 가려볼까요? 중환자가 좋습니다. 용서하십시오, 중전마마. 되었습니다. 용서를 빌 대상은 내가 아니지요. 당신 지금 이러고 있을 때야? 우리 은별을 저렇게 만들어 놓고? 그게 다 내 탓이라는 거야? 당신은 뭐가 그렇게 당당한데? 은별이가 말을 안 해. 어? 은결이 깨어났어? 의식은 돌아왔는데 아무 말도 안 해. 시민성 실어증 같아. 실었죠? 방금 깨어나서 일시적인 현상일 거야. 걱정할 거 없어. 지금 재단 상황 수습하고 제대로 치료받게 하면 돼. 나 바쁘니까 그만 가봐. 서진아, 제발 정신 차려. 이 판국에 재단이 뭐가 중요해? 중요해! 모든 게 제자리로 돌아오면 우리 은별이도 예전으로 돌아올 거야. 아무 일 없이 학교 잘 다니고 잘 먹고 성황 연습도 열심히 하고. 난 내 딸 믿어. Бүгінгі видеом қызықты және өте әсерлі болды деп ойлаймын. Соңына дейін көргендеріңіз үшін көп рахмет. Сау болыңыздар.